Армысыз құрметті көрермен, люневиль крючогымен кестелеудің соңғы сабағы. Бисермен, пайеткамен кестелеуді көрсететін боламын. Сол қолымыздың сұқсақ-ұсағына осылай жіпті іліп аламыз. Оң қолымызда крючок, осылай бір бисерді аламыз дағыны. Шаншимыз да, астынан жіпті іліп тартып аламыз. Сол кезде шығады. И қолымыздың көмегімен түсіреміз бисерді. Келесі тағы да іліп аламыз да, винтқа көңіл аударсаңыздар, жоғары, төмен осылай жылжып тұрады. Иненің ілгек жағымен емес, бүтін жағымен тарту керек. Тартқан кезде алдыңғы видеода көрсеткендей артық жіпті кесіп тастаймыз. Ары қарай кестелей береміз. Қолдарыңызды әбден жаттықтырып алыңыздар. Негізі камераға түсіру бұндай жұмысты өте қиын екен. Маған өте қиын болды. Сонда да түсіргім келді. Жеттеріңізге жарайды деген ойдамын. Видео түсінікті болса, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Тағы да осындай мастер-класстар түсіретін боламын. Крючокпен, инемен кестелеуді. Бір қажеттеріңізге жарап қалады деген үміттемін. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк баса отырыңыздар. Мына жерде анық көрінеді. Крючокты шаншып, жіпті қалай суырып алып отырғаным. Іліп аламыз, тартамыз. Иненің ілгіш жағымен емес, жіпті ілген жағымен емес, ана гладкий жағымен инені басып тұрып тарту керек. Сол кезде оңай шығады жіп. Бұл кестелеп отырған оюым менің балалық шағымды есіме түсірді. Балалық шағымда апамның текеметі болатын. Сол текеметтің оюына қатты ұқсайды. Киізден басылған текемет. Мен оюдың бір жағын кестелеп алдым да, көргендеріңізде екінші жағын сіздермен бірге кестелеп отырмын, көрсетейін деп. Бір мінсіз идеально болып шыққан жоқ, білмеймін. Камераға жұмыс істегеннен кейін ба, әлде бір қобалжу бар ма? Мен видео түсіруді енді үйреніп жатырмын ақырындап. Міне осындай ою осылай болып шықты менде. Прям енді көңілімнен 100% шықты деп айта алмаймын. Сонда да естелікте осы видеоны қалдырайын деп отырмын осылай. Алдыңғы бір видеомда айтып кеткенмін. Егер сіздің көңіл күйіңіз болмаса, кестелемеңіз деп. Менде сондай бір момент болып қалды. Оюға осындай қандай түспен кестелеймін деп таңдаған кезде өзімнің ішкі жан дүниемді прям от болып ішімде күйіп тұрған нәрсені осы оюға түсірген сияқты бір болды. Сондықтан ол менің ішкі дүнием. Көрсеткім келді осы оюмен қазіргі сәтте қандай әсерде жүргенімді. Сол көрінеді. Осындай психология қатты әсер етеді. Бұл кестелеу, оюдың түр-түрі болады ғой. Оюдың өзі бір магия сияқты. Магияның қазақшасы қалай болады. Бұл бір серт сияқты келеді да. Адамның бір шабыты келген кезде жан дүниеміз бір қуанышта, бір шабытта болып тұрған кезде кестелеу керек. Менде ондай момент болған жоқ. Жұмыстан кейін келіп күнде түсіремін. Күнде түсірілді осы видеоның бәрі. Түнде
сағат 3 сағат уақытымды бөліп қоямын. Ары кестелеймін. 1 сағат уақытымды бөліп ары кестелеймін, қоя саламын. Кейде ойымнан шықпай соңғы да жалғастыра бердім. Қалай шығады, солай шығады. Естелік қалай берсін осы видео деп. Мүмкін біреуге жарап қалар, керек шығар біреуге. Шабыттану үшін, түсінікті болса, көріп алу үшін қалай кестелеу керек екенін. Біреуге түсінікті болар, біреуге түсініксіз болар. Осында да қалдырайын деп шешті. Бұдан да жақсы видеолар түсіруге тырысамын. Түсіремін де. Сондықтан сіздердің қолдауларыңызға көп рахмет. Қандай комментарий жазсаңыздар да қабылдаймын. Лайк, дизлайк бәрі маңызды. Маған бәрі психологиялық тұрғыдан шабыт береді. Мені одан ары шыңдайды. Жаңа туындылар жасауыма шабыт беретін болады. Сондықтан қандай пікірдесіз жаза отырыңыз. Пайетканың кестелеу өте оңай. Мен үшін оңай. Егер де сіз римбельский крючокпен кестелеуді үйренгіңіз келсе, бірінші пайеткадан бастауыңыз деп кеңес берер едім. Өйткені пайетка есер сыртты қашып кетеді. Мен екі пайетканы бір-біріне қабаттап, екі пайеткадан кестелеуді боламын. Анық көріну үшін, қалың болып түсу үшін. Насыщенный түс болу үшін екі пайеткадан бір-біріне кигізіп, чашка сияқты пайетка чашка арасында екеуін кигізіп қабаттап видеоны жылдамдатып түсіремін. Егер керек болса өздеріңіз ақырындатып видеоны қарасаңыздар болады. Мен бұл оюды кестелеп бастаған кезде өзім бір оқыс оқиға болатындай бір сезімде жүрдім. Содан түс көрдім. Түсімде қып-қызыл оюлы текемет өртеніп жатыр екен. Содан текеметтің оюы менің осы кестелеп жүрген оюыма қатты ұқсайды екен. Таң қалдым. Оянсам түсім екен. Содан 2-3 күннен кейін хабар келді. Менің туған ағамның үйі өртеніп кетіпті, өрт шығыпты. Үй түгел өртенді. Түгі қалмай, дүниесімен түгел өртенді. Содан мен түсімнің жоруын сол
өрттің шығуымен байланыстырдым. Қазақтарда бар ғой, оюда серт болады деген менің әжемнің сөзі бар. Оюды ойып салған кезде өзінің бір магиясы болады екен. Көзден, сөзден қорғаныс ретінде оюды бекер оймаған ғой. Оюдың өзінің әріпі, өзінің сөзі, өзінің мағынасы болады. Бұл оюдың қып-қызыл болуы, неге мен қып-қызыл ою кестелегім келді, қызыл түс неге сондай жақын болды деген ойда жүргенім, содан шешімі осы екен. Бұл оюды мен тұмар қылып қалдырамын деген шешімге келдім. Тұмар қылып кестелеп, тұмар қылып қалдырамын. Осындай қызық оқиға орын алды. Өрт болысқаннан кейін бір жақсылық болады дейді, байлық, молшылық болады дейді қазақтар. Сондықтан жақсыға жорыдық жанұямызбен. Сіздердің өмірлеріңізде сондай оқиға орын алса, жақсылыққа жорыңыздар. Өрттің арты жақсылық болады дейді екен қазақта. Молшылық, байлық, табыс келеді деген жорам бар екен. Баршаңызға жақсылық тілеймін. Бар болыңыздар, бай болыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.